Бейнероликтің демеушісі One X компаниясы жоғары кайфтер, жедел төлемдер және оперативті қызмет көрсету орталығы тек сол жерде. One X сілтемесі төменде. Лионель Месси Барселонада қалады. ПСЖ Неймардың жалақысын 50%-ға кемітуі мүмкін. Челси N'Golo Kantені осы жазда сатуға ниетті. Осы және де өзге де қызықты жаңалықтар топтамасы дәл осы бейнероликте. Арнамызға жазылып қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Британдық баспалардың ақпаратына сүйенсек, Джейдон Санчо осы жазда Манчестер Юнайтедке көшуге ниетті. 20 жастағы футболшы Боруссия басшылығына трансферге қарсы еместігін жеткізді. Санчоның трансферіне Маркус Решфорд себепкер болуда. Футболшылар сонау академиядан бері жақын достықта. Ливерпульдің шабуылшысы Садио Мане мерсисайдтықтарды чемпиондық титулдан айыруды сабырлықпен қабылдап, егер бізге титулды бермесе де, мен оларды түсінемін. Келесі маусымда бұйыртса жеңеміз деген үміттемін деді. Сенегалда қазіргі таңда аурухана салдыртып жүрген Мане бауырымыз нағыз мұсылман екенін тағы бір мәрте дәлелдеп өтті. Ливерпульді чемпиондық титулдан айыруға қатысты Лерой Сане де өз пікірімен бөлісті. Германиялық вингердің ойынша маусымда қайткен күнде де соңына дейін аяқтау керек. Әйтпесе бұл Ливерпульге қатысты әділетсіздік болады. Өте тамаша идея. Мадридтік Реалдың осы жаздағы басты трансферлік мақсатының бірі Лейпцигтің ойыншысы Дайо Упамекано. 21 жастағы француздық қорғаушыға жеке Зинедин Зидан қызығуда. Зизудің пікірінше отандасы болашақта Рамосты алмастырып, Варанмен өте керемет дуэт құруы мүмкін. Өте қуанышты жаңалықтар. Итальяндық Миланның аңызды ойыншысы Пауло Мальдини коронавирус індетінен толық аяқты. Сонымен қатар бір апта бұрын Росонаридің қазіргі футболшысы әрі Мальдинидің ұлы Даниэль де дерттен көз ашқан болатын. COVID-19 ақырындап құрдымға кете бастаған сияқты. Достар, қуанышпен екінші арнамыздың ашылғанын хабарлаймыз. Жақын арада ол жерде әртүрлі спорт әлеміндегі оқиғаларға қатысты қызықты бейнероликтер шығады. Төмендегі сілтемеге өтіп, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал біз жалғастырамыз. Испандық баспалардың мақаласына сүйенсек, Кике Сетьен Барселона бапкері ретінде тағайындалғаннан кейін Ансу Фатиге Барселона Б-ға баруды ұсынды. Алайда Блаугранас басшылығы бапкерге Фати бірінші команда футболшысы деп анық үндеу тастады. Карантин бұл Ибраға қатысты емес. 38 жастағы футболшы Швецияда жанұясымен және туыстарымен бірге жаттығу жасауда. Златан ойыннан кейін 1%-ға да түсіргісі келмейтін сияқты. Лионель Месси Барселонада қалады. Соңғы күндері Интерге немесе Ньюэллс Олд Бойзға ауысу жөніндегі сыбыстарға қатысты леуі әзірге менің үйім Барселонада. Клубтан кету жайлы жоспарларым жоқ. Ғаламтордағы қауесетке келсек, бұның бәрі фейк деді. Блауграна жанкүйерлерін құттықтап қойсақ болады. N'Golo Kante осы жазда Челсиден кетуі мүмкін. Зейнеткерлер футболшыға басқа клубтардың қызығушылығын пайдаланып, ойыншыны 80 миллион евроға сатуға ниетті. Басты кандидаттар әрине Сити, Ювентус және Мадридтік Реал. ESPN баспасының мәлімдеуінше, ПСЖ Неймардың жалақысын 50%-ға кемітуі мүмкін. Карантинге байланысты көптеген еуропалық клубтар үлкен дағдарысқа ұшырады. Франция футбол федерациясы ПСЖ басшылығына осындай қадамға баруды ұсынды. Осы жазда Неймар басқа шейхтардың клубына қашатын сияқты. Әр жаңалыққа қатысты пікірлеріңізді жазып, ойларыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Екінші арнамызға тіркеліп, жаңа проекттерімізді қолдай отырыңыздар. Келесі бейнероликтердің тақырыбын ұсынып, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше достар, футбол бірінші орында.